Сәлеметсіздер ме? Мен Атбасар қаласы номер 8-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Асаубай Шыңғысхан. Менің ғылыми жобамның тақырыбы Ақан Құрманов, халықтың батыры. Осы тақырыпты таңдаған себебі біздің мектепте Ақан Құрманов атындағы мұражайы сақталған. Және де мен Атбасар ауданының тұрғындары мен қонақтарына экскурсия жүргіземін. Бұл зерттеудің негізгі мақсаты Ақан Құрмановтың өмірі мен ерлігін зерттеу, қазақ халқына қосқан үлесін анықтау. Осы мақсатқа жету үшін мен мынандай міндеттер қойдым. Ақан Құрмановтың өмірбаянын зерттеу және де оның әскери жолын талдау, жас ұрпаққа отансүйгіштікті тәрбиелеу. Ақан Құрманов 1918 жылы 15 шілдеде Ақмола облысы Атбасар ауданының Қосбармақ ауылында дүниеге келді. Бұл жерде Ақан Құрмановтың әскери билеттері және де анасына жазған хаты, кейін әскери атағына иеленген құжат сақталған. Ақан Құрманов атындағы мұражай Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлікпен шайқасқан батырдың өмірі мен ерліктеріне сақталған қасиетті орын. Менің мақсатым батырдың есімін мәңгі есте қалдырумен қатар, соғыс жылдарының қиындықтары мен қазақ халқының батырлығын ұрпаққа жеткізу. Ақан Құрманов 1939 жылы Қызыл армия қатарында кіші командирлер даярлайтын полк мектебінде оқыды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары 61-ші армияның 76-шы гвардияның Чернигов атқыштар дивизиясының 234 атқыштар полкінің 2-ші ротасының бөлімше командирі болды. 1943 жылы 28 қыркүйекте гвардия сержант Құрманов Ақан 9 жауынгерден құралатын топтан Днепрден өту кезінде ерекше тапсырманы орындады. Чернигов облысы Мысы селосы маңайында бекініп, негізгі күштерге жол ашып, батальон жауынгерлері келгенше қорғаныс шебін ұстап тұрды. Ақан осы соғыста зеңбірек оғынан мерт болды. Ақан Құрманов Чернигов облысындағы Украина Репкин ауданы қарасты Мысы селосының орталығында 61-ші армиясының 415 және 76-шы гвардиялық атқыштар дивизиясы жауынгерлерінің бауырластық қабірінде жерленген. Ақан Құрманов туралы білесіздер ме деген сұраққа Атбасар тұрғындары мен мектеп оқушылары арасынан сауалнама жүргізді. Сауалнаманың нәтижесі: иә 87%, жоқ 13%. 1944 жылы 15 қаңтарда КСРО жоғарғы кеңес президиумының жарғы бойынша Днепр өзенінің арғы жағасына өтіп алған плацдармды қорғау кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін гвардия сержант Құрманов Ақан кеңес одағының батыры атағын берілді. Қорытындылай келе, Ақан Құрмановтың өмірі мен ерлігі ел тарихының жарқын беттерінің бірі. Оның батылдығы және отанға деген адалдығы әрқашан құрметпен есте қалып, болашақ ұрпаққа үлгі болары сөзсіз.